Сәлеметсіңдер ме менің кішкентай балақайларым? Бүгін біз өзіміздің ұйымдастырылған оқу іс-әрекетімізді онлайн түрінде жүргіземіз. Сабағымыздың тақырыбы бауырсақ ертегісі. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіміз екінші кішкентайлар тобында жүргізіледі. Сабақтың мақсаты балаларға ертегілер туралы түсінік беру, ертегі кейіпкерлерінің қиялы мен қабілетін жетілдіру, балалардың сөздік қорын байланыстырып сөйлеуге дағдыландыру, пішіндер, түстер туралы ұғымдарын әрі қарай жетілдіру, табиғатқа деген аяушылық сезіміне, бір-бірімен дос болуға көмектесуге тәрбиелеу. Қолданылатын әдіс-тәсілдер: ертегі түсіндіру, сұрақ-жауап, зерігу сәті, ойын. Қолданылатын көрнекіліктер: ертегі сандығы, бауырсақ, қоян, қасқыр, аю, түлкі, ойыншықтар, әртүрлі пішіндер, түрлі түсті банкалар. Кел, балалар, тұрайық, үлкен шеңбер құрайық, қол ұстасып бәріміз ортаға біз шығайық. Ал балалар, келесі өлең шумақтарын қайталайық. Сәлем, сәлем басым, сәлем, сәлем бетім, сәлем, сәлем көзім, сәлем, сәлем тісім, сәлем, сәлем достарым, сәлем, сәлем қонақтар. Жарайсыңдар балалар, орындарына жайғасыңдар. Балалар, оқу іс-әрекетін бастамас бұрын пысықтау сұрақтарын жүргізейік. Балалар, қазір қандай жыл мезгілі? Көктем мезгілінде қандай өзгерістер болады? Біз көктем мезгілінде қалай киінеміз? Балалар, суретке қараңдаршы, кімдерді көріп тұрсыңдар? Дұрыс, ата, әже, бауырсақ. Ал балалар, бұл қандай ертегінің кейіпкерлері? Иә, бұл бауырсақ ертегісі. Бауырсақ ертегісі. Ерте ертеде шал мен кемпір болыпты. Бір күні шал кемпіріне былай дейді: Кемпір, әй кемпір, маған бауырсақ пісіріп берші. Кемпір қамбадан ұнды жинап, бауырсақ пісіреді. Бауырсақ ыссы болғандықтан, оны терезенің алдына суытып қояды. Терезенің алдында отырып, әбден іші пысқан бауырсақ терезеден домалап отырғышқа түседі. Отырғыштан домалап жерге түседі. Жерден домалай қақпадан шығып, орманға қарай домалай жөнеледі. Домалап келе жатса, алдынан қоян шығады. Қоян оған: Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін, дейді. Бауырсақ: Жемеші мені қоян, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, бауырсақ, мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым. Енді қоян, сенен де қашып кетем деп, қояннан домалап, қояннан домалап келе жатса, алдына қасқыр кезігеді. Қасқыр оған: Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін, дейді. Бауырсақ: Жемеші мені қасқыр, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, бауырсақ,
Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, мен қояннан қаштым. Енді қасқыр сенен де қашып кетем, дейді де бауырсақ домалап қасқырдан қашып кетеді. Сөйтіп оған аю кездеседі. Аю: бауырсақ, мен сені жеймін, дейді. Бауырсақ: жемеші мені, аю, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым. Енді аю сенен де қашып кетемін, дейді де бауырсақ қашып кетеді. Домалап келе жатса, алдынан қу түлкі шығады. Түлкі оған: бауырсақ, мен сені жеймін, дейді. Бауырсақ: жемеші мені, түлкі, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, мен қояннан қаштым, деп өлең айтып жатқанда, түлкі оған: бауырсақ, мен қартайдым, құлағым нашар естиді, сен менің мұрныма отырып айтшы. Бауырсақ мұрнына отырып: мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым, мен аюдан қаштым. Енді түлкі сенен де қашып кетем деп атқанда, түлкі оны ап деп жеп қояды. Балалар, оқу іс-әрекетімізді қорытындылайтын уақыт келіп жетті. Балалар, айтыңдаршы, бұл ертегінің кейіпкерлерін атап өтейікші. Түлкі қандай жануар? Ал қоян қандай? Балалар, қасқыр қандай жануар? Сендерге ертегі ұнады ма? Балақайлар, оқу іс-әрекетіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.